Бұл орманда болған оқиға еді. Ертеде орманда жәндік, жануар, аңдар өмір сүріпті. Олар тышқан, бақа, қоян, түлкі, қасқыр, аю. Орманда неше түрлі ғажайыптар болады. Бір күні ән айтып тышқан келе жатады. Чик-чик, өзім егін екпеймін, егістен ұзап кетпеймін, мысық қуса жетпеймін, мен қаптесек тышқанмын. Үйшікті көріп қалған тышқан үйшікке қарай жүгіріп келеді. Мен суықта тоңып жүрсем, қандай әдемі жылы үйшік, мен енді осында тұрамын. Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар? Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан үйшікке кіріп осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңына бақа келеді. Мен бақамын бақ-бақ, басым менің жалпақ, су түбінде көп жүріп, басым содан жалпақ. Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар? Қаптесер тышқан тұрады. Ал сен кімсің? Мен секер бақамын. Мені де үйшікке кіргізші. Мұнда орын жетеді. Кел, түр. Кезген ішен орманмын, мен аюмын қорғанмын. Қалың нудан балтаңдап, жүремін мен балпаңдап. Ол үйшікке қарап таңырқап былай дейді. Сүп-сүйкімді, кіп-кішкентай, бұл үйде кім бар? Қу түлкі тұрады. Қасқыр тұрады. Ал сен кімсің? Мен аю аталарымын, мені де кіргізіңдерші. Тоңып барамын. Жоқ, мұнда орын жоқ. Сен үлкенсің, қалай кіресің? Қорып барында түк те болмайды. Деп аюлар сөзіне құлақ аспайды. Үйшіктің тұрғындары амалсыздан келіседі. Аю қорбандап үйшіктің төбесіне шығады. Сол-ақ екен, ескі үйшік сықырлап шашылып қалады. Тықырлауық тышқан, бақылдауық